Кеш жарық құрметті қадірменді көрермендер, бүгінгі біздің тақырыбымыз бұл қазақша қаріптер турасында. Жалпы бүгінгі таңда қазақ жұртшылығының пайдаланып отырған қаріпі кирилл графикасына негізделген. Тарихқа көз жүгіртетін болсақ, жазу тарихында қазақ тілінің әліпби жүйесі бірнеше тарихи кезеңдерді басынан өткізіп, ұлттық әліпби деңгейіне жеткен. Бірнеше ғасыр бойы қазақ халқы араб графикасына негізделген әліпби жүйесін пайдаланып келді. 1929-1940 жылдар аралығында латын графикасына негізделген әліпбиді жазу жүйесіне енгізіп, 1940 жылдан бері қарай кирилл графикасына негізделген әліпбиін қолданып келеді. Қазақстан Республикасында кирилл жазу негізінде ресми түрде Қазақстанның бүкіл жерінде және Монғолияның Баян-өлгей аймағында, тағы да көршілес Қырғызстан, Ресей, Түркменстан және Өзбекстан елдерін бірыңғай мекендеген қазақ жұртшылығы пайдаланып келеді. Бұл бұрында әлеуметтік желілерде қазақша қаріптер тапшы еді. Бірақ қуанышымызға орай бүгінгі таңда қазақша қаріптердің сойылын соғып жүрген азаматтар баршылық. Біз солардың еңбегін бір арнаға тоғыстырып, оны сақтауды мақсат еттік. Яғни қазақша қаріптерді жасап жүрген адамдардың қаріптерін жинау мақсатында арнайы ғаламтор желісінде арнайы парақшалар ашқан едік. Яғни бұл сайттың ашылу себебі осы қазақша қаріптерді дамытып жүрген адамдардың еңбегі себепші болды. Яғни мұнда қазақша, ағылшынша, орысша және де араб қаріптері жинақталған. Сайт жоралғысын білетін адамдар болса, сайт ашып немесе басқа да қолжетімді сайттарды ашып дамытамыз десе, бұл бізге нұр үстіне нұр болар еді. Жалпы қазақша қаріптер басылымдарға, қоғамдық жұмыстарға өте қажетті. Яғни қаріптер деген бөлімге кірейік. Мінекей қазақ әліпбиі, орыс, ағылшын және де араб әліпбиі жинақталған. Енді қазақ әріптерінен бөлек ағылшын, орыс қаріптері ғаламторлық желілерде бар. Біздің мақсатымыз осы қазақша қаріптерді дамыту. Яғни біз соны жинау мақсатында мінекей мына жерге қазақша қаріптерді жеке жинап қойдық. Осы жерден жүктейтін адам жүктей берсін. Ал енді ағылшын қаріптерін жинау себебім бұл өзіме жеке қажетті қаріптер болғандықтан, яғни ағылшын, орыс әріптері. Бірақ бізге ең қажетті қай қаріп? Бұл әрине қазақша қаріптер. Бұларды жан-жаққа шашыратпай бір жерге жинау мақсатында осы сайтты ашу керек болды. Және де осындай парақшаларда немесе сайттарды ашып дамытам дейтін адамдар болса, бұл әрине бізге өте қуанышты жаңалық болар еді. Енді сіздерге алдыңғы сабақтағыдай қаріптерді жүктеп, оны фотошопқа орнату жолдарын бір шолу өтсек. Бұл башқұрт тіліндегі қаріп, яғни
қазақша қаріптерге өте ұқсас түркі тілдес халық болғаннан кейін оның дыбысталуы да қаріптерінің формасы да өте ұқсас. Мінекей жүктелді. Башқұрт тіліндегі қаріп WinRAR файл арқылы компьютерге түсті. Біз арнайы түскен қаріпті салу үшін біз панел управлениеден шрифти деген бөлімді ашамыз. Мінекей. Бұл WinRAR көріп тұрғаныңыздай, бұл WinRAR файл. Бұл башқұрт тіліндегі қаріп болатын, яғни башқұрт әліппесіндегі. Ал бұл сол жақтағы шрифти деген бөлім. Оң жақтағы башқұрт тіліндегі қаріп. Мінекей екі формада келген екен. Біреуі қиғашынан болса керек. Яғни бұл қиғашынан, ал екіншісі тігінен. Свойствосын қарап алуларыңызға болады. Бұл мағлұматтары өзінің жеке ресми. Оны әдеттегідей шрифти деген бөлімге саламыз. Мінекей салынды. Бұл енді шрифти деген бөлімге салынғаннан кейін панел управлениедегі бұл компьютердің жүйесіне енгізілді. Компьютердің жүйесіне енгізілгеннен кейін бұл барлық бағдарламаға оқиды. Осы жүктелген қаріптердің атын жаттап алмасаңыздар, оны табу өте қиын. Біздің жүктеген башқұрт тіліндегі қаріп бұл М әріпінен келеді, яғни. Бұл сіздерге әрине өте таныс сессия. Біз қазір башқұрт тіліндегі қаріпке өзгертеміз, яғни біздің өзіміздің жеке жүктеген. Жаңа айттым ғой, бұны қаріптің атын жаттап алмасаңыздар, бұны табу өте қиын. Біздің жүктеген қаріпіміз М әріпінен келеді, яғни М деген әріп мына жерде болу керек. Мінекей. Бұл біздің жүктеген башқұрт тіліндегі қаріп. Біз жоғарыда айтып өттік, түркі тілдес халық болғаннан кейін дыбысталуы да қаріпте өте ұқсас, яғни бір-біріне оқи береді. Мінекей осы әдіспен жүктейсіздер. Бұл өте қарапайым. Алдыңғы сабақта да айтқан едік. Біздің айтпағымыз қазақша қаріптерді дамытатын адамдар болса, ол істі дамытып бастаса, бұл нұр үстіне нұр болар еді. Яғни осы сайтқа жазылыңыздар, осы сайтты таратыңыздар, және осындай сайтты аша берулеріңізді сұраймыз.